айылдағы әр азаматтар соғышқа кеткенден кейін орықта жалынған қыз келіндер, улаған адамдар, жас балдар қалған. Bana деген өсімдік шақтан едікар. Елестеткілечі балдар. Ал жердегі көлдер мұздабай, күндің жылу жұмсақ нұрын арасында жайқап тұрған қол жерлер. Мұсықта жашаған біз үшін ал шынғы дейш. Ай, Сұлтанмұрат, не oldu саған? Ештеке? Bir тұрып жөтел екендесің. Анам сұраған ұқпалауынан жыл болсын бұл. Анда көрі самаға келіп қоджақ. Селон аралы өзі Индия жектерінде океан жақтарында келішті. Кім алпай? Басқарма Ақналиев келді. Саламатсыңар балдар. Бүгін классыңызда өзгеше суық екен. Biraz суықтан қорықпай, жәрдем беруге дайыр тұрғандарға менден ұсынышым бар еді. Ай, жардам кімге жемеге? Бар өзі үшін. Азыр кейбіреулер оқуыны қоя тұрғылар. Мен алысқа ақсаға іштету үшін 5 жүріп жігіт іздейм. Аланың көлемі 200 гектар. Азыр соғыш, су, заман ауыр, түшімас. Аялдар да жұмыс атқарады. Бирок еркектер соғышта. Азыр қолыстан эмне келмегиле. Ойлонуп, окуучу балдардан жардам сурайлы деп чечтик. Душмандык курал менен эмес, бир гана курал менен утууга болбойт. Ага да нан, тамак керек. Кыран Сұлтанмұрат, бул класстагы балдардын күчтүүсү сен окшойсуң. Баарыбыздан Алатай уулу, ал жакында 16-га чыгат. Жаш эмес, жарамдуулугу, бой келбети маанилүү. Мына сен Сұлтанмұрат. Жайында огородуңду айдап жүрүң беле? Ооба, арал көчөлөрүн дагы огороддорун айдап берген. Мен да кош айдагам. Кел анда. Мен дагы айдагам. Эгер азыр согуш болбосо, мен да окумакмын. Эмне күлөсүңөр? Чындап айтсам, көп окумакмын. Аны силер кийинчерээк түшүнөсүңөр. Эргеш, Кубаткул экөөң бул жерге чыктылар. Болдан да, эртең менен эрте ат сарайда жолугушабыз. Аксага экинеккен Дерхан же Мусафур болуп тертип кетет. Же түшүп жыйноого ал кабыл эл чакырат. Биринчи милдет жерин айдайт да көрөн себеп. Экинчиси көктү тилейт да жамгырды күтүп жата бермей. Демек Дихан жер көрөн себеп да көрөн түшүмдү көктөп тилейт. Башкарма Болдорбек колхозун ат сарайына алып барды. Аттар аябай арыгыя. 5 кошко деген 20 ат күнүсү тизилип, күндүтө окудан баш көтөрдү. 5 бала, 20 ат, Аксайдын десанттары. Ана тизилгиле Аксайдын десанттары. Командириңер Сұлтанмұрат болот. Эмне үчүн Сұлтанмұрат болот? Биз калабасакчы. Менен каласкан жок. Жытап айтып өзүң болчу. Анатай ичимге аттабы? Сен эмнеден кур калдың? Айтылды го, Сұлтанмұрат командир. Бергел мени кун коюпкула. Эсиңерге тутуп алгыла. Командирди шайлабай, командирди андан өйдө турган командир дайындайт. Ал командирди ким дайындайт аны? Андан да өйдө турган командир дайындайт. Силер алыска Аксайга өзгөчө тапшырма берилген парашют десантчылар сыяктуу барасыңар. Нечен күн, нечен түн ээн талаада жалгыз жүрөсүңөр. Эгер азыртадан урушуп, талашып, тартышып турсаңар ынтымакта кетпейт. Аяк корганда кантип иштеп, кантип жашайсыңар. Сұлтанмұрат, эсиңе тутуп ал. Кишилериңе да, сокого да, шайманга да, унага да сен жооп бересиң. Жооп бергендигиң бул. Тапшырманы аткарганыңдын белгиси. Уктуңбу? Жарайт. Жүрүп эле анда. Десанттарыбыз аттарын чаап келатышат. Сұлтанмұрат! Аты чаппай Атай. Окто, чайып ойдойсуң да. Октору чанан Атай экен. Каты чааганына караганда Мырзагүлдүн алдынан өзү чыгайын деген го. Сұлтанмұраттың чабдар оқторunu басы өтті.
Ай, мынадай жабылды. Сондан қиналғаны күтіп жүрші. Арада бір топ көрінді. Сұлтанмұраттың ойында әрқандай азаптуу жана коркунучтуу ойлор тула баштады. Апам оору. Атам соғышта жүрген кезде жашы қандай оор екен. Неме ғана түсіне ұштадым. Азыр атам келе албаса да, қандайдыр бір үміт керек еле. Атаме тирүү экенин билүү мага жетмек. Бирок алардын арасында жүрөк сырлар, жагырык ойлор да болгон. Ал ойлор Мырзагүл анчыктаган тартуу ойлор болчу. Бирок Мырзагүлгө болгон сезим таза сүйүү. Менин жанымда боло алам, мен эркинмин. Мен сезимдеримди бардык тереңдеген Мырзагүл түшүнсөлөп күнүгө кыялданам. Аксакай Китер алдындагы кат жазгым келет. Жүрөгүм толкундаса деле. Султанмураттан кат. Кандайсың, Мырзагүл? Мен сага кат жазып жатам. Анткени мен жакында кетем. Мен сезимдеримди түшүнөсүң дедим. Мен жашоомдо канчалык маанилүү экениңди мен гана түшүндүм. Эң кыйын күндөрүндө сен жөнүндө ойлор бул караңгылыкта жарык болчу. Рахмат сага, Мырзагүл. Ушул жүз арчы менен биздин байланышыбызды сезет. Төрт күндөн кийин Аксакаттан чыгабыз. Анда Мырзагүл менен жолукмак кайда? Бай күнкө берген катым али жооп жок. Жер бою басып жүрүп Султанмурат. Жер бою басып жүрүп Султанмурат улам жолду карай берди. Мына ошондо жалгыз келаткан Мырзагүлдү көрдүм. Мырзагүл, ойлап чыгарсың. Сен ооруп калып билсең. Бул сага. Кошу Султанмурат жана Мырзагүл дегени го. Жүрөгүм жарып кетчү деп кубанычтамын. Азыр мендей эч ким кубаныч эмес да.